Дүниежүзін дүрбелеңге салған тәжвирусының салдарынан биылғы оқу жылы онлайн форматқа ауысып, шәкірттер қашықтан білім алуға мәжбүр болды. Бұл өз кезегінде білім беру саласына едәуір зиянын келтіріп отырғаны да белгілі. Алайда, аудан мектептеріне түлектердің қоштасар соңғы қоңырау мерекесін офлайн өткізуге мүмкіндік туды. Бірақ тек 9-шы және 11-ші сынып оқушылар ғана сап түзеп, қоңырау сыңғырын тыңдады. Осы ретте аудан әкімі Алмас Абдинов Шарал қазақ гимназиясы түлектерінің қуанышын бөлісіп, мерекелік жиынға қатысты. Мектеп бітіру үлкен бір әсерде тұрғандай деп есептеп тұрмын. Өйткені бұл үлкен әсер, бұл өмірдің бір кезеңіне аттап басып отырсыңдар балалар. Өңір басшысы өз сөзінде бұл мерекенің маңызына тоқталып, түлектердің алдағы сапарына сәттілік тіледі. Биыл ауданда 13.378 бала оқу жылын тәмамдап отыр. Барлығы 784 түлек, олардың 56-сы алтын белгі, 53-ші үздік аттестат үміткері. ұбт тапсыруға 686 түлек ниет білдіріп отыр. Биылғы оқу жылы карантиндік шараларды сақтай отырып, бізде ауданымызда онлайн жүзінде және штаттық режимде білім алды. Оған осындай күрделі жұмыс жүйесімен еңбек еткен ұстаздарымызға мында бір алғыс, еңбектеріңізге толағай табыс тілеймін. Оқу жылын жақсы аяқтап, келер жаңа оқу жылына үлкен жетістіктермен келуге тілектеспін. Ертеңгі күнге сеніммен қарайтын түлектердің жүрегінде қимастық сезімдері бар екендігі көздерінен ақ көрініп тұр. Соңғы вальстарын тебірене билеген олардың болашақта әлем аренасында қазақстандық жастар деген брендті қалыптастыруға өзіндік үлестерін қосады деген үміттеміз. Құрметті мектеп бітіруші түлектер және менің сыныптастарым, сендерді мектеп бітірулерімен құттықтаймын. Алдағы ұбт-дан сүрінбей өтіп, жоғары балл алыңдар. Әр саланың білікті маманы болып, сендерге ақ жол тілеймін. Және де гимназияның ұстаздарын шексіз алғысымды білдіремін. Мектеп түлектері ауданымыздың ғана емес, еліміздің де болашағы. Олардың келешек өмірге деген қадамдары нық болған сайын, мемлекеттің де мерейі үстем бола түспек. Ендеше үлкен өмірге жолдама алған жас түлектерге сәттілік серік болсын дейміз. Аслан Маханов, Алмат Есенбеков, Абзал Арман, Алакөл жаңалықтары.